Ну, достар, бүгін ушимта мен алдын айтып кеткен ушим 150 алмазга берем деген мегалит, ушим ведущий любовь деген любой бир кийимдеринде берем деп айткан едим. 150 алмазга кез келген кийимде деп айткан едим. Және де сол жеге ушимта мен бүгүн сонун жабабын чыгарайын деп отурмун. Және де бизде ушимта Мико дейт, мына ушуну сүрүтүп осы бала жеңдер так. Және де бул бала жазып кетти: Рико брат топ дейт, 1 миллион подписчикке жет, және алтын кнопканы ала бер, отбасың аман болсун депти. Жеге осындай адем комментарий маган унады. Сендер дәл осы топовый комментарий жазып кетиңер. Және де мен тагы да ойнатамын, дәл осындай кийим, осы айтып кеткеним дәл осы. Ошим шарттар бул жолу башка. Ошим мен астыга бир ВК калдырып кетемин. Міндетті түрдө сол ВК киресиңер. Ошим бирок шарт, сол ВК киресиңер, заявка тастайсыңар и потом Рико KZ деп жазып кетсеңер сообществосуна болду. Сол гана заявка тастап Рико KZ деп жазасыңар, башка лишний әңгиме керек эмес ол ВКда. Тек сол бирок шарт орундоо сендерге. И потом мен канал ол башка, бирок шарт ол менин каналымда колокольчик басууду унутпаңдар жеги. Ошим так, Мико куттуу болсун, маган ВКдан міндетті түрдө жаз. ВКм каждый видеомда бар. И және де жеги ошимте сол шартты орундап кетиңер, заявка тастайсыңар, и потом жылычысына Рико КЗ деп жазып кетсеңер болду. Ошим келесиңер дәл солай отасыңар, ведущий любовь немесе 50 мазга любой затты сурай аласыңар. Ошимте жеги ошим орундары куттуу болсун, келеси видеону күтүңдер. Давайте бәрін катышып ошимте осыны таласыңдар. Келесин сендер отасыңар, өсүн болсун. Микотто келесин сендерге бериледі. Bir адам алган экинчи рет кайталап алмайды. Ал все, онда биз видеомузга кеттик. Ассаламу алейкум достар. Сендермен бүгүн Рико KZ және жеги мен ушум басынан өткен окуйга өтө обидный жагдай, соны бүгүн сендерге түшүндүрүп айтып жеткиргим келип жатыр. Және де бір-екі өтініштерім де бар еді сендерге. Өте обидный жағдай болып жатыр жеге, өте обидный жағдай. Ошым алдын мен конкурс жасаған ем, барлықтарың білетін шығарсыңдар. Менде мына конкурс. Ошым почти 1000 просмотр болды, бұл жердің өзінде 200 лайк. Және де жеге мен бай істеп кеткен едім, мына 2 спонсор қойып кеттім, 1-2 дейді. Барлықтарың подписаться етіліп, мені былай көтеріп тастапсыңдар. Базар жоқ, бұлар көтеріпсіңдер енді де. Бұларды неге мен көрсетіп жатырмын жеге? Неге мен көрсетіп жатырмын бұл екеуін? KZ және Мико Фест. Осы 2 бала ушум менің ең жақын інілерім деп айтқан едім. Барлықтарың білетін шығарсың. Інілерім деп айтқан болатын. Менде біреуінде 500-ге, біреуінде 200-ге таяп қалдық подписчиктері. И бұны және мен неге көрсеттім? Бұл 2 бала мен жақсы араласып жүретін. И потом екеуі де інілерім дейтін. Ал қазір біз мүлде араласпаймыз. Мен олар соғай пайдаланды. Соғай тастап кеткенде ол тура әлі KZ'дің күнін кешіп отырмын мен. Ошым дәл осылай пиар ошым не қылды? Тек астында адик қана базар жоқ, ол өзі тек сатып алды ол. Ол сатып алғаннан кейін оған базар жоқ, ештеңе әңгіме ете алмаймыз. Тек осы екеуінен отписаться етіңдерші. Мен 1 ай болды, маған әлі бір хабар не келген жоқ. Адик базар жоқ, ол ақшасын төледі, ол өзінің жөнімен кетті ол. Адикке оған ешқандай реніш жоқ. Міне мына екеуі, мен Мико деген вообще ол менің інім. Туысқан айтқан еді, бұл да екеуі де інім, менің өз қаламда тұрады. Екеуі де амандасып, күнде сетте отыратын кезінде мен конкурс басталмай жатып. Конкурс басталды, екеуіне тегін қойып бердім конкурсымда. Кемі 100-200 подписчик бар екеуіне де. Мико да кезінде 120 ғана подписчик, қазір уже 150 подписчик барды оған смело. Ал қазақ ютубта 160 ба, 200 ба бар еді. Енді көріп тұрсыңдар, өздерің қалай жинадыңдар сендер. Білмеймін, ол 100 подписчик барған шығар смело. Өзім жинап бергенмін оларға кезінде. Енді олар мені лақтырып кеткені обидно болып жатыр жеги. Өте обидно жағдай. Дайте жеги, мен ошым оларын лақтырып кеткені дұрыс па? Миконың істейтін тірлігі, ол мен інім потом бететін. Мен оған звондаймын, ол менің звоногын көтермейді. Ол звондайды, сразу қабылдаймын. Неге десем, бір маң жағдай деймін. Ол тек маған ошым Free Fire'да, Garena'да донат кезінде ғана звондайтын.
ақшасы жетпей қалады, не болса бірдеңе келіп қалса, ақшасы жоқ болып қалса, тек сол кезде ғана звондайтын маған, ал былай мүлде звондамайтын. Мен звонок тастаймын, 7-8 рет тоқтатпай звондаймын, ал ол в общем отключить басып тастайтын қайта өте обидный жағдай. Мен оларға көтеріп тиген осы жерге дейін, в общем так какой-то 100-200 подписчиктің өзін көтере алмай қалады деп ойламаппын. Оларда 100-200 подписчиктің өзіне олар в общем мені менсінбей кетті, өздері бойынша өздері дамитын секілді дәл жары қарап. Мен оларды дальше көтеріп өзім көтеріп дамытып беремін деген едім, олар өз бетінше кетті, мені менсінбей лақтырып. В общем көмектесемін, неше түрлі алды жоспарлар бар еді олармен, олар мені тастады, өздері жеке бөлек кете салды. Бұл дұрыс деп ойлайсыңдар ма жеге? Мен айтқан, менді өздеріне түсініп отқан шығарсың, мен айтқаным дұрыс емес десеңдер жеге смело дизлайктарыңды басыңдар. Мен оған қарсы емеспін, қанша дизлайк жиналса да мен бұл видеоны өшірмеймін, қанша дизлайк жинасаңдар да жеге. Енді білмедім жеге, сол мен өзім оларға жасағаныма өкініп жатырмын, олар көтергеніме мені олай лақтырып кетеді деп ойламаппын. Тура Алик Кезет айтқанда болып жатыр, Алик Кезет дәл осылай кестайлы жігіттер лақтырған еді, ал бұл екеуі те лақтырды. В общем дәл сондай болып жатыр. Менде де бір ай болды, ровно бір айдан да асты, бір хабар жоқ екеуінен. Мен отырам, екеуінде де ойынға шақырам, и потом олар мен ойынға кірмейді мүлде. Күтіп отырам 10-15 минуттап, бірақ ойынға кірмейді олар. Күтіп отырам, и потом шығып кетеді, не онлайн деп отырады. Сондай жағдайлар көп болды. Ал мен осы күнге күттім мен, и потом ол екеуі де видео салыпты, видеоларын көрдім, и мен оларды көрдім де өздерінше үшін ютубер болғысы келіпті, болыңдар дедім, пожалуйста. Ал сен менің көмегім оларға қажет емес екен, достар. Міндетті түрде Рикодан барған, үшін менің подписчиктерім, менің шынайы достарым, міндетті түрде отписаться етіліп кеттіңдер, сендерден алғыс тұранарым. Және де алдыда осының алдын шығара кеттім, мен алдын ала түсіріп қойған едім, алдында. Енді өздерің көресіңдер. Жеге өздерің біліңдер, енді мен сендерге айттым, менің шынайы достарым, мен подписчиктерім отписаться етеді деп ойлаған. Менің осы айтып жатқандарым маған келісетіндерің болса, енді менімен келіспеймін, сенікі қате деушілерің болса, астына неше түрлі комментарияларды жазсаңдар да болады, дизлайк бассаңдар да болады. Барлықтары өз қалауларында менікі дұрыс деп ойлайсыңдар ма негізі? Олар мені лақтырып кеткен әрине обидно жағдай, екеуі де інім, бірақ екеуі де істеген тірлігі осы. Екеуі де жеке ютубер болыпты, екеуі де видео салады күнде, видеоларынан да сонда бір қарап өтемін, не салды екен қызық деп, бірақ екеуі де маған жазбады ешқайсысы әлі уақытқа дейін, бір жарым айдан да асты жеге. Ол өте обидно жағдай. Менің шынайы подписчиктерім маған отписаться етіліп, менің жағдайымды түсінеді деген ойдамын. Ал жеге, бүгінгі видео осындай жағдайлар болып жатыр менде қазір. Өзімен өзім видео шығаруға ерініп жүрмін. Видеолар түсірдім, оны бірақ сәндеп сендерге алдарына ұсынуға ерініп жүрмін. Осындай жағдайлар болып жатыр менде, сондықтан ерініп жүрмін. Сендерің жеге, енді өздерің шешесіңдер, даже өздерің пікірлерің, астыға не жазсаңдар да өз еріктерің, дизлайк бассаңдар да. Все, мен бұдан артық ештеңе айта алмаймын олар туралы. Өздері көріп отқан шығар, не үшін екенін өздеріне түсініп отқан шығарсыңдар, көрсеңдер. Все, давай жеге, өз еріктерің, менің шынайы подписчиктерім мені түсінеді деген ойдамын.